Ұл мен қыз айырмашылығы. Ең бастысы, ұл мен қыздың айырмашылығын біз физиологиялық түрде қараймыз. Ұл мен қыз айырмашылығы өте көп. Оның дене мүшесінде және олардың милерінде. Ең бастысы, олардың милері өте қатты рөл атқарады. Ұлдарда көбінесе сұр сұйықтық дамыған және қыздарда ақ сұйықтық дамыған. Бұл нені білдіреді? Сұр сұйықтық логикалық түрге өте көп жауап береді, ал ақ сұйықтық ол эмоция түрде қатты жауап береді. Сондықтан ұлдар логикалық түрде ойласа, қыздар эмоциялық түрде өте қатты ойлайды. Сол себептен ұлдар қыздарды түсіну кейде өте қиынға жоғады. Кейде логикалық түрде ойласақ та, қызды кейде түсіне алмай қаласың. Сондықтан эмоцияны білу үшін біз келесі сабақтарда қыздардың эмоция қалай ойлайтынын үйренеміз. Қыздармен танысу және жақсы сөйлесу және оларды түсіну біз келесі сабақта үйренеміз. Бұл сабақта біз таза физиологиялық түрде қыздар мен ұлдардың айырмашылығын біліп отырмыз. Бұл ең бастысы олардың миы. Сол ми арқылы біз зерттеу арқылы қыздармен қалай сөйлесу және болашақ жарды табу және қызбен танысу, дос болу сияқты әңгімелерді келесі сабақта айтамыз. Көргендеріңізге рахмет. Тіркелеміз, лайк басамыз.